Саламатсыздар ма балдар? Бүгін бізде 94-ші сабақ. Еселік салыстыруға берілген есептер. Еселік салыстыруға берілген есептерді шешуді, кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма: сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Яғни біз мына жерде үшбұрыштар нешеу, яғни шаршылар нешеу, соны айтып өтуіміз керек. Шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық, үшбұрыштар шаршыларға қарағанда неше есе кем. Яғни бізде бұл жерде үшбұрыштар нешеу, яғни үшбұрыштар бізде екеу, ал шаршылар нешеу, бізде шаршылар бұл жерде алтау. Яғни 6 санында 2-ден неше рет бар екенін білу үшін біз не істейміз? 6-ны 2-ге бөлу керекпіз. Яғни 6 бөлінген 2, оның теңдігі 3-ке тең. Бұл теңдік шаршылардың үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екенін білдіреді. Немесе керісінше үшбұрыштардың шаршыларға қарағанда 3 есе кем екендігін білдіреді. Яғни бізде болады 2 үшбұрыш және 6 шаршы бар. Яғни 6-ны бөлгенде 2-ге, оның теңдігі 3-ке тең болады. Яғни 3 есе артық. Ал бұл теңдік шаршылардың үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екенін білдіреді. Ал немесе керісінше үшбұрыштардың шаршыларға қарағанда 3 есе кем екендігін білдіреді. Яғни 3 есе кем. Екінші тапсырма, яғни есепті шығар. Қол өнер бұйымдары көрмесінде 8 жүкаяқ және 16 сандық болды. Яғни көрмеге қойылған сандықтар жүкаяқтарға қарағанда неше есе артық. Яғни бізде мына бірінші суреттегі қол өнер бұйымдарының ішіндегі жүкаяқпен және сандықтарды неше есе артық екенін білуіміз керек. Яғни бізде бұл жерде қол өнер бұйымдары көрмесінде 8 жүкаяқ және 16 сандық болды. Яғни бізде неше есе артық екенін білу үшін, яғни бізде есепті шығарамыз. Жүкаяқ 8, ал сандық 16. Яғни сандық бізде 16. Яғни бізде бұл жерде жүкаяқтар көрмеге қойылған сандықтардың ішінде жүкаяқтарға қарағанда сандықтар неше есе артық. Яғни бізде мұнда болады. Бізде бұл жерде сандықтар бізде 2 есе артық болады. Үшінші тапсырма. А. 45 саны 9-дан неше есе артық. Яғни 45 саны 9-дан неше есе артық. Яғни біз 45-ті бөлеміз 9-ға. Яғни оның теңдігі болады 5. Яғни 5 есе артық. 27 саны 28-ден неше есе кем. Яғни 27 санын 7-ге бөлген кезде бізде бұл теңдігі 4 шығады. Яғни 4 есе кем. Төртінші тапсырма, есепті шығар. Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды? Тостаған 15, ал біз бұл жерде табақ неше есе кем екенін табуымыз керек. Яғни бізде бұл жерде тостаған 15, ал табақ неше есе кем екен. Яғни біз 15-ті бөлеміз 3-ке, теңдігі 5. Яғни бізде жауабы 5 табақ. Бізде бұл жерде не болады? Дүкенде неше табақ сатылды? Яғни бізде дүкенде 5 табақ сатылды. Бесінші тапсырма. Кесіндінің ұзындығын өлше. Ұзындығы осы кесіндінің ұзындығына 2 есе кем кесіндісіз. Яғни біз кесіндінің ұзындығын өлшеуіміз керек екен. Яғни бізде бұл жерде кесіндінің ұзындығы қанша болады? Кесіндінің ұзындығы мұнда ұзындығы өлше, ұзындығы осы кесіндінің ұзындығынан 2 есе кем кесіндісіз дейді. Яғни біз мынаны өлшегенде бұл 8
сантиметр болып тұр бізде, ал оның одан 2 есе кем кесінді сыз деген уақытта бізде 8-ді 4 сантиметр, яғни бізде кесіндінің ұзындығы 8 сантиметр болып тұр. Яғни бізде 4 сантиметр кем болып тұр. 6-шы тапсырма. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Яғни біз мына кесте бойынша теңдеулер құрауымыз керек. Біз бұл жерде кесте бойынша теңдеулер құр, яғни бізде азайтқыш, бізде осындай есеп болып шығады бұл жерде. Жетінші тапсырма. Мысалдарды шығар. Яғни біз мына мысалдарды шығаруымыз керек. Біз алдымен жақшаның үшін орындаймыз, яғни 39-ға қосамыз 23-ті, яғни бізде 62, қосындысы 62-ге тең, ал одан 59-ды алғанда 3 болады. Ал енді екінші тапсырмада 27-ні бөліндісі 3-ке тең, яғни 9-ды көбейтіндісі 4, яғни оның теңдігі 36. 50-ді көбейтеміз 2-ге, одан азайтамыз 99-ды, теңдігі неше? 50-ді 2-ге көбейткенде бізде 100 болады, 100, яғни одан 99-ды алсақ, теңдігі 1-ге тең болады. Енді 8-ші тапсырма. Есепті шығар. Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды. Яғни бізде дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды деп жатыр. 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды. Яғни бізде дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды деп жатыр. Дүкенде ожауға қарағанда табақ саны нешеу артық сатылды. Яғни ожау бізде қанша? Дүкенде бізде 6 ожау сатылды және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды. Яғни 18-ді бөлеміз 6-ға тең 3. Яғни жауабы бұның 3 есе артық сатылды. Бізде табақ неше есе артық сатылды? Ожауға қарағанда 3 есе артық сатылды. Каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сабақ аяқталды.